Ассаламағалейкум, эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Талғат Дүйсенбек. Бүгін мамырдың 11-і күн жұма. Бүгін Шетпе станциясында болған оқиға бойынша өтіп жатқан сотта жарсөз аяқталды. Енді 12 сотталушыға байланысты шығарылатын үкім мамырдың 21-інде тыңдалмақ. Жарсөзді бастаған мемлекеттік айыпталушы судьядан сотталушыларды 3 жыл мен 9 жыл аралығында бас бостандығынан айыруды сұрады. Прокурор айыпталушылардың 6-ауын бүлікті ұйымдастырды деп, қалғандарын соларға көмектесті деп санайды. Сотқа қатысқан сотталушылардың туыстарының көбісі мемлекеттік айыптаушының сұраған жазасын тым қатал деп отыр. Соттардың шешімін шешеді деп ойлаймыз. Балдардың жазығы жоқ сияқты. Сотталушылардың. Бірлік сұраған, тыныштық сұраған. Естеріңізге сала кетейін, жаңа өзендегі қанды оқиғаға наразылық танытып, Шетпе станциясында пойыз жолын жапқандарға бүлік ұйымдастырды және оны жүзеге асырды, билік өкілдеріне қарсылық көрсетті деген айып тағылған еді. Сотталушылардың қорғаушылары да мемлекеттік айыптаушының сұраған жазасын біріншіден тым қатал, екіншіден дәйексіз деп тауып, судьядан жеңілдік сұрады. Сонымен бірге сотталушылардың денсаулық, отбасылық, тұрмыстық жағдайларын ескеруді өтінді. Қорғаушы Нұрлыбай Ізмағамбетов Шетпе оқиғасы бойынша қаралып жатқан іс немқұрайлы өтуде. Сот шынайы өту үшін Жаңаөзен оқиғасы бойынша сотқа баға берген соң ғана зерделеу керек еді деп санайды. Қорғаушылардың бәрі істе саяси астардың бел алып тұрғанын атап өтіп жатыр. Мемлекеттік айыптаушы таққан айыптың көлемінде ғана сұрап отыр. Таққан айыптың көлемі дегеніміз бұл жерде олар дәлелденді ме, дәлелденбеді ме оған қараған жоқ. Былай айтқанда, екіге бөлініп келгеніміз, 6-ау ұйымдастырушы, 6-ауысы қатысушы деген сияқты. Сол сияқты 5-еуіне жыл сұрады да, 5-еуіне аз жыл сұрады. Бұл жерде бұл жағынан саяси орын алып кетті, соған байланысты қазір сотқа да қиын деп есептеймін, бәрін аяқтап. Ал былай кез бір оңаша басқа бір қылмыс есебінде осылай дәлелденбей қаралып жатса, анық ақталып кететін істер. Ол адамның ешбір дәлелі жоқ. Жаңа қатысқан Сартаева деген прокурор өзі айыпқа қатысқан. Ал куәлер Алтаев дегендер фотосуретті естіңіз ғой. 4 суреттің танытатын адамның бәрі қара штрихтармен белгіленіп қойған. Әйтеуір штрих салып қоймаса рахмет деді. Сол дәлелсіз. Және олардың УПК-ның 291-ші бабында сонда айтылған. Әуелі танытардың алдында жауап алыну керек. Содан кейін неден танытатын, қандай адам, түсі, түрі, киімі. Ешқандай киімінде, түсінде, түрінде білмейді. Тек қана соны көрдім дейді. Қалай көрді? Ол туралы жоқ. Себебі өздері сол жаңағы адамға оқ атқан милициялар, полицейскийлер, амандар, бір адам өлді, 20-дан аса адам жарақаттанса Шетпеде. Яғни өздерін ертең ақтау үшін жасалып отыр деп есептеп отыр. Ал бұл уақытта Жаңаөзен ісі бойынша сот процесінде де бүгін жарсөздер басталды. Соңғы мәліметтерді Маңғыстау облыстық соты ғимаратынан біздің тілшіміз Берік Дүйсенбай тікелей эфирге телефон арқылы хабарлайды. Берік, егер сіз мені естіп тұрсаңыз, жарсөздердің алдын ала қорытындылары сонымен қандай? Талғат, мен естіп тұрмын. Қайырлы кеш. Бүгін Жаңаөзен ісі бойынша тараптардың сөз жарысы аяқталды. Қазір прокурорлар алдын ала осы тергеудің нәтижелері бойынша болған айыптарды жариялады. Соның негізінде айтып өтетін болсам, негізгі ұйымдастырушылар ретінде айтылған Сақтағанов, Досмағамбетов өткелектерге 9 жыл мерзім сұралды. Ал қалғандарына қылмыс дәрежесіне қарай 8, 7, 6, 5 және 3 жыл мерзімді жазалар тағайындалды. Сондай-ақ ескеретін жайт, Айжан Дүйсенбаеваның 2 баласы болуына орай оған 2 жыл мерзіммен жиыны 5 жыл шартты мерзім белгіленді. Сондай-ақ кәмелетке толмаған Қайрат Қойшыбаевқа да 1 жыл сынақ мерзіммен 5 жыл шартты жаза тағайындалды. Және бүгін айыптау тарабы мәлімдегендей, мынау тергеу орындарына 188 жәбірленушіден азаматтық талап арыздар түскен. Ол бойынша сотталушылар мемлекет пайдасына айыппұл төлеу керек. Ол негізінен қираған сахна, мүлік, ғимараттар мен бүлінген алаң, өртелген үйлер мен дүкендер. Бұл жерде тағы бір әсіресе ескеретін бір жайтқа тоқталып өткім келіп отыр. Мынау ұйымдастырушылар деп айдарланған 8 сотталушы осы бүкіл Жаңаөзен оқиғасында жиыны келтірілген 590 миллион теңгеге жуық шығынды өтеуі керек. Сондай-ақ Китбай Ешмановтың үйін өртегендер 10 миллион теңге алаңдарды бөліп алып, полицейлерге жаудырғандарға сахнадағы дыбыс зорайтқыш колонкалар басқа мүліктерді қиратқандардың барлығы
бірнеше миллион теңгеден айыппұл өтеу керек мемлекет пайдасына. Әзірге осы судья 14 мамырға дейін, таңертең сағат 10-ға дейін сот үзілу жариялады, содан кейін ары қарай қайта жалғасын табады. Талғат. Рахмет Берік. Ақтау қаласынан Жаңаөзен процесі бойынша соңғы мәліметтерді бізге тілшіміз Берік Дүйсенбай тікелей эфирде жеткізіп өтті. Жалпы Жаңаөзен ісі бойынша тараптардың жар сөзі бүгін таңертең басталу керек болған еді. Алайда прокурорлар тағы бір куәгер алып келді. Бұл жағда адвокаттардың наразылығын тоғызбай қоймады, себебі бүркеншік атпен тағы да скайп арқылы байланысқа шыққан куә қорғаушылар сұрақтарына мардымды жауап бере алмады. Өзін күнтуар берді аман деп таныстырған куәгерге адвокаттардан бөлек прокурорлардың өздерді ескерту жасады. Айыптау тарапындағылар оған жауабын қағаздан оқымай, ойын еркін жеткізуін сұраған. Күнтуар берді аман өз жауабында Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының экс-директоры Кикбай Ешманов оны жұмыс қалған. Жаңаөзендегі оқиға кезінде соның үйіне барған баяндады. Алайда Ешманов үйін өртегендер деп бірнеше кісінің есімін атаған куәгер сәлден соң аттарын қайта шатастыра бастады. Тіпті ол Ешмановтың үйі неше қабатты деген сауалға да жауап бере алмады. Адвокат Әлібиев бүркеншік куәнің жауаптарын іс материалдарына қоспауды сұрап өтініш жасады. Ал тағы бір адвокат Венера Сәрсенбина ол куәгердің артында полицейлер тұрды деп есептейді. Прокурордың өзі айтты, мемлекеттен, сіз ана оқып тұрған қағазыңыздан ауытқып өз еркіңізбен сөйлеңізші дейді. Яғни ол жерде оқып тұр. Оның кейін ар жағында бір адам бар екені білініп тұр. Жауапты сұрақ қойғанда тез жауап бере алмайды. Яғни тыңдайды, құлағына сыбырлай ма, басқа өйткені біз жанында тұрған жоқпыз. Бізде сондай пікірдеміз. Сондықтан ол не? Ар жағында тұрған адамдар прокуратурадан болмайды. Полиция қызметкерлері тергеу тарапынан деп ойлаймын. Енді ол басқа кім болады? Ешманов емес қой. Бұл уақытта Алмалы аудандық сотының судьясы Гүлшахар Шыныбекова тіркелуші алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың қамау мерзімін тағы бір айға ұзартты. Операторлар мен фототілшілерді көрісімен судья оларды бірден залдан кетуге бұйырды. Айыпталушының адвокаты Алексей Плугов шешіммен келіспей Алматы қалалық сотына арыз шағым жолдады. Қамау мерзімін ұзартуға 4 айға созылған тергеу жұмысын аяқтауға сараптама жүргізудің мүмкіндік бермеген себеп болған. Сотталушының өзі сот залына келінбеді. Владимир Козловтың қайда отырғанын оның жұбайы да білмейді. Айта кетерлігі, судья үкімді оқып тұрып сандардан шатасты. Тиісті мерзімін маусымның 23 дегеннің орнына ол 3 рет шілденің 23 деп оқыды. Естеріңізге сала кетейін, тіркелуші алға партиясының жетекшісі қаңтардың 23-інде үйін тінтуден кейін ұсталған еді. 3 күннен соң сот саясаткерді 2 айға қамау туралы үкім шығарды. Оппозициялық саясаткерге әлеуметтік жүк салды деген айып тағылған. Владимир Козлов пен Серік Сапарғалилер жыл басынан бері жатқан Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысы алдында бүгін наразылық акциясы өтті. Жалғыз кісінің қарсылығына ақын Айсұлу Қадырбаева шықты. Өзге пикетшілер секілді қоғам белсендісі тез арада қоғам қайраткерлерін қамаудан босатуды, олардан жақтастары заңсыз деп санайтын айыптарды алып тастауды талап етті. Естеріңізге сала кетейік, белсенділердің Жаңаөзендегі мұнайшылар ереуілінің қолдауы әлеуметтік жүк салу ретінде бағаланды. Полиция алматылық белсендіні ұстаған жоқ. Шын мәнінде қазір Жаңаөзен соты аяқталуға жақындады. Ал сотталушылардың айтқан жауаптарына, сот процесінің қорытындысына қарағанда, бұл азаматтардың бұл топаланға ешқандай қатыстығының жоқ екендігі толық айқындалды. Алайда әділ сот шешімі шығады дегенге мына Назарбаевтың билігінде мен сенімім жоқ. Хабарым жалғастырамыз. Ұлт лидерінің орындарушы күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа тағы да пара алды деген күдік түсіп жатыр. Бұл жолы итальяндық Eni мұнай компаниясы. Жергілікті Corriere della Sera газетінің мәліметі бойынша Egyptco'ның салалас компаниясының комиссары кәсіпорынның Қазақстанда жұмысын тоқтатуды талап етеді. Себебі Eni компаниясын дамытуға бөлінген 20 миллион доллар Құлыбаевқа пара ретінде берілген деп жазды газет. Мәліметтерге қарағанда, итальяндық прокуратураға жеткен, егер мұнайлы пара берілген расталса, Милан соты Eni компаниясына қашағанды игеру бойынша келіссөздерге қатысуға тыйым салуы мүмкін. Қазақстандағы ең ірі кенішті өндіруге Eni'ден бөлек Қазмұнайгаздың еншілес компаниясы КМГ қашаған BV, сондай-ақ Total, ExxonMobil, ConocoPhillips және Inpex бар. Естеріңізде сала кетейік, Құлыбаев жемқорлық жанжалына бірінші мәрте ілігіп отырған жоқ.
Швейцарияда ұлт лидерінің ортан шкеу баласына қарсы ұжымдық шағым түскен еді. Олар Құлыбаевты 500 миллион евро пара алды деп айыптайды. Бұл істе Назарбаевтың да аталады. Ұлт лидеріне шамамен 330 миллион евро, бұдан бөлек Хабар телекомпаниясының сатудан тағы 100 миллион евроны заңсыз иемденді деген хабары бар. Италияның мұнай компаниясы төңірегінде туындаған жемқорлықтауы қашаған жобасын игеріп жатқан жұмыстарға кедергі келтірмейді. Бұл туралы бүгін парламентте мұнай-газ министрлігінің жауапты хатшысы мәлімдеді. Бұл ретте Қанатбек Сафинов жоғарыдағы ақпараттың әдейі таратылып жатуы мүмкіндігін жоққа шығармайды. Жауапты хатшының пайымдауынша қазақтың ірі кенішіндегі операторлыққа талас. Ол жерден себелі үлес алып қалуға талпынғандар әрекеті болуы да бек мүмкін. Я, во-первых, не в курсе этой информации. Алдымен мен мұндай мәліметтен бейхабармын. Екіншіден менің айтарым, қашағанды игеруші компаниялар арасында бұрыннан операторлыққа талас төңірегінде күрес жүріп келе жатқаны белгілі. Яғни бұл операторды ауыстыруға ниеттенгендердің алғашқы әрекеті емес. Осы мақсатта халықаралық топтар арасында түрлі алып-қашпа ақпараттар таратылып жатады. Сондықтан барлығымызға қандай да бір пікір білдірмес бұрын алдымен соттың шешімін күткеніміз абзал. Их надо рассматривать после того, как есть решение суда. Бұл уақытта Қазақмыс директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Ким директорлар кеңесінің тәуелсіз төрағасы лауазымынан бас тартқандығын жариялады деп хабарлайды компанияның бас сөз қызметі. Ресми хабарға қарағанда, жақын уақытта директорлар кеңесі жаңа үміткерді таңдау жұмысын бастайды. Түпкілікті шешім акционерлердің келесі жалпы жылдық жиналысында қабылданады. Владимир Ким компанияда тәуелсіз директорлар кеңесінің пайда болуын жақсы қадамға балады. Форбс мәліметі бойынша Қазақстандағы ең бай миллиардер Қазақмыс басшылығынан 2014 жылы кетеді деп хабарланған еді бұған дейін. Ал қазақтың тұңғыш ғарышкері биліктен қызмет алды. Тоқтар Әубәкіров Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Аталған компанияның баспасөз қызметінің хабарлауынша Әубәкіровті бүгін кеңесші ретінде компанияның президенті Асқар Мамин таныстырған. Естеріңізге сала кетейін, осыдан бірнеше күн бұрын ғана ғарышкер оппозициялық ЖСДП партиясы қатарынан шығып, ұлт лидері Нұрсұлтан Назарбаевтың командасына енетіндігі туралы мемлекеттік Хабар телеарнасы арқылы арнайы мәлімдеме жасаған болатын. Қазақстанда жаппай орын алып жатқан еңбек даулары жоқ. Орын алған бірлі жарымы жұмыс дауы емес, ұлттық мәселе. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің вице-министрі бүгін тілшілердің сұрақтарына осындай жауап қатты. Оның айтуынша Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында 5 елдің ішіндегі еңбек даулары мен әлеуметтік түсінбеушілікті реттеуге арналған кезекті жиында Жаңаөзен қақтығысының салдарлары сөз болмаған. Экономикалық қауымдастыққа мүше Беларусь, Қырғыз, Ресей, Тәжік елдерінің шенділері бүгін Астанада кезекті рет бас қосып, ортақ кеңістіктегі еңбек қатынастарын реттеуге және бір ақыл бөлісті. Жиында көбінесе еңбек мигранттарына қатаң талаптар қойғалы отырған Ресейдегі өзгерістер сөз болды. Ал Қазақстан жағы жұмыспен қамту 2030 бағдарламасының жыртысын жыртты. Бір қызығы, біріміздің қателігіміз бен жетістігімізді бөлісеміз деген бұл отырыста Жаңаөзендегі еңбек қақтығысының салдарларымен бастамасы сөз болмаған, ал шетелдіктер мен отандық жұмысшылар арасындағы келісімдерде назарға алынбапты. Енді жаңа даулар жөнінде арасында да кейбір мекемелерде шетелдік азаматтар мен жұмысшылар мен қазақстандық жұмысшылардың арасында қақтығыстар болып қалады. Бірақ оны бір жаппай болып жатыр деп сіздің пікіріңізбен мен келісе алмаймын. Ондай жағдайлар болған. Енді ол бір еңбек дауы емес, ол енді бір ұлттық мәселе. Оған әрине біз өте күрделі түрде қараймыз. Ол егер осындай жағдай ақпарат түсіп жатса, тек қана еңбек министрлігі емес, оның тиісті қорғау органдары бәрі араласа кетеміз, ол сөзсіз. Шымкентте банк алаяқтарына қатысты атышулы сот процесі аяқталды. Тергеу қорытындысы Казком банкіне 524 миллион теңге көлемінде шығын келтірілген. Бұл іс бойынша 17 адамға айып тағылған, олардың үшеуі банк қызметкерлері. Атап айтсақ, банк менеджері мен мүлік бағалаушылары. Қалғандарының жалған құжаттары мен несие алғаны анықталған. Жарты жылға созылған сот отырысында айыпталушылар 3 жылдан 6,5 жылға дейін сотты болды. 17 адамның біреуі ғана ер азамат, басым көбінің артында шетте бала-шағалары қалды. Ең үлкен жазалған Ұлбала Ақболаева 6,5 жылға сотты болды. Ол осы банкке қатысты өткен жылғы сот отырысында да айыпты деп танылған. Ол кезде 4 адам айыпталған болатын.
Оның үшеуі бүгін сотты болған банк қызметкерлері. Кезінде олар тек айыппұлмен құтылыпты. Сотты болғандардың барлығы дерлік үкіммен келіспей қайта шағымданбақ. Тағылған айыптардың бәрі сот тергеуінде өзінің қуаттауын тапты, дәлелденді, яғни сол себептен олардың бәріне әрқайсының жасаған әрекеттеріне байланысты жаза тағайындалды. Осы 17 сотталушының үшеуі Қазкоммерцбанктың бұрынғы қызметкерлері, біреуі менеджер, екеуі бағаланушы болып табылады. Олар да жаңағы бас бостандығынан жазаларға сотталды. Қазкоммерцбанкке келген залал талап арыздары ішінара қанағаттандырылды. Себебі олардың бұрында да соттың шешімімен азаматтық тәртіппен өндірілген болатын, басқасы қалған өндірілмеген жағын біз осы үкіммен өндірдік Қазкоммерцбанктың пайдасына. Өз дәуірінде орыс классиктерінің шығармаларын аударып кеткен Абайды бүгінде Ресей позициясы жаппай оқуға көшті. Наразылық шарасының 4-ші күн Чистые пруды бульварындағы Абай ескерткішінің маңында өткізіп жатқан орыс халқы кешкісін Абай өлеңдерімен сусындап жатыр. Тіптен Абай біздің адам деген ұрандарда көтерілді. Ал бұл идеяның негізгі бастамасын шын мәнінде Алматыда 28 қаңтардағы Абай ескерткіші маңындағы наразылық шарасынан кейін Роман Ахметов есімді блогер ұсынған еді. Ол тіптен Facebook әлеуметтік желісінде Абай ескерткішіндегі еркін кездесу дегенде топ құрғанды. Алайда оның бастамасын алматылықтар қолдамап еді. Бірнеше күн бойы Мәскеу түсініксіз қазақтың ескерткішін Путинге қарсылық белгісіне айналдырып алды. Окупай Абай твиттердегі бұқаралық сипат алған трендке айналды. Абай ескерткішін наразылық танытқандардың орнына айналдыру дәстүрі алғаш ұлы ақынның отанында басталған еді. Идея авторы алматылық Роман Ахметов Facebook желісінде Абай ескерткішіндегі еркін кездесу деген топ құрған болатын. Роман құр ұрандатқандың орнына Абай ескерткішінде ақынның өлеңдерін оқып, ән шырқап, наразылықтың өзгеше форматын ұйымдастыруды ұсынды. Тек бұл бастаманы Мәскеудегідей мыңдаған адамның қолдамағаны өкінішті дейді ол. Қазіргі бізде өтіп жатқан ереуілдер тұйыққа тіреледі. Мәдени шара өткізіп келген жұрт өз проблемаларын айта отыратындай қылу керек еді. Сол кезде полиция тарапынан тұтқындауға да себеп болмайды. Менің кезінде ұсынғаным да осы болатын. Бүгінде Мәскеудегі Абай ескерткішінің жанына жиналып жатқанына қуаныштымын. Одан бұрын бізде іске асырмағаны өте өкінішті. Мәскеудегі Абай ескерткішінің маңы бұқаралық басқосу мен ашық аспан астындағы поэзия кештері өтетін жерге айналды. Орыс классиктеріне бөлек Ресейдің либералдары санаулы күнде белгісіз Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін жатқа айта бастады. Қолымда билік болса, адам баласы түзелмейді дегеннің тілін кесер едім. Бүгін кітап дүкеніне кіріп Абай Құнанбаевтың өлең жинағын іздеймін. Өз батырының атын ғана білуге болмайды. Алаңға кітапханадан Абай Құнанбаевтың кітабын алып келуге кетіп барамын. Мұхтар Әуезовтің баласы Мұрат Әуезов те Мәскеуде білім алған жылдары еркін көзқарастағы ортада жүрді. Өмір бойы оқу білімге шақырған Абай оны құлдық пен теңсіздікке қарсы басты күрес құралы деп санады. Сондықтан ұлы ақынның еркін ойлы ресейлік интеллигенттер үшін ең түсінікті қазаққа айналуы таң қалдырмауы тиіс дейді кіші Әуезов. Абай өзінің достары болған орыс классиктері секілді еркін ойлы адам. Мәскеуліктерде сезімталдық бар, сезім бар. Оларда түйсік, сезім бар. Олар әлдебір жоғары құндылықтарға сүйене отырып, төңірегіндегі түйіндерді де шеше алады. Ал Абай бұл мағынада келгендер үшін осындай күшке ие. Абайды оқып тани бастағаны да ол жерді бекерге таңдамағанын көрсетеді. Бұл күндері әлеуметтік желілерде ақын ескерткішіндегі ереуіл қызу талқылануда. Тіпті мынандай үлгіде Абай суретімен жейде тігуде ұсынылды. Бұл Кубаның әйгілі революционері Че Гевараны әлдеқайда басып озар еді дейді идея авторлары. Окупай Абайдан басталған Абай жолы ресейліктер үшін демократиялық жолдың символдарының бірі іспеттес бола бастады. Ал Алматыдағы ұлы ақынның ескерткіші қарсылардың келесі шеруіне дейін кітабын құшақтап жалғыз қалуда. Азамат Есберген, Виктор Гудис, Серік Қаржаубаев, Алматыдан. Абай өлеңдерін Ресей халқы жатқа айта бастағанда, оның жерлестері ұлы ақынның шығармаларын біле ме екен? Біздің тілшіміз осы сұрақпен халыққа микрофон ұсынған еді. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мұқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мұқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, басқан жері сықырлап келіп қалды. Қазір Абай Құнанбайдың кім екенін білесіз бе? Абай Құнанбай қазақтың ұлы ақыны, Семей өңірінде туған. Жыл сайын оның жарыстары болып жатады Семей өңірінде. Көзімнің қарасы, желсіз түнде жарғай. Мен сол ән текстерінен болса да бір шумақ оқып берсеңізші. Көзімнің қарасы, көңілімнің данасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Абайдың бір шумақ өлеңін оқып берейін.
абайдың жас ұрпаққа арналған, жас балаларды, жастарды еңбекке, оқуға, білімге шақырған тамаша өлеңдері бар. Ең алғашқы өлеңінің бірі адасып алаңдама жол таба алмай, берірек түзу жолға шыққам алмай, не білім жоқ, немесе еңбек те жоқ, тым болмаса кеттің ғой мал баға алмай дейді. Желсіз түнде жарғай, сәулесі судың дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Тасыған өзен гүрілдеп. Желсіз түнде жарғай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Таскешу ауылында еленбеген тыл еңбеккері тұрады. 111 жастағы Құрманкүл Сәриева өңірдегі ең қарт тұрғындардың бірі. Бүгінгі билікке өкпелі қос ғасыр куәгері жеңіс күніне орай жылы сөзде есімепті. Қариямен біздің тілшіміз Мира Іңкәрі жолығып қайтқан еді, жағдайын біліп. Сүйегі асыл Кейуана 1900 жылы туылған. Бірнеше айдан кейін ол 112 жасқа келеді. Ашаршылықты бастан өткеріп сұрапыл соғыс азабын тартқан қария қазіргі билікке өкпесі қара қазандай. Көптен күткен жеңіс күні қос ғасыр куәгері құттықтаусыз қалыпты. Пенсиямыз да азғантай. Бізді ескермей қойды ғой, не дейсің енді? Өкіметтер. Бұрын ақша кеп беріп, қарттар күніне 8 мартта кеусет қойды бәрі, сендер айтыңдар соны. Бізге ескермейді, кемейді. Айта бер барып. Жергілікті атқамінерлердің үміт үзген немерелері Дариға Назарбаеваға хат жазып, өкініштерін жеткізіпті. Жоғарғы жақтан жауап алған отбасы енді оны қонаққа күтеді. 112 кеседі болған ешкім не бір үй, не машина, ешқандай ондай берген емес. Керек десең, 9 май 8 мартта да осы жердің әкімдері басқаларда бір аға жағдайыңыз қалай деп бір подарок да берген емес. Үстіне бұл жолында соларды көргенге бұл өзіңіз естіңіз, кішкене өкпесі бар да жаңағыдай. Соңғы үмітіміз енді мынау декана Дариға Назарбаевтан күтіп отырмыз. Ол кісіге бір хат жаздық. Хатымыз барыпты, алыпты. Сөйтіп хатта жаңағы осы 24-25-терін осыны келем депті. Ол кісіні көрем, қолын алып кетем деп сөйтіп айтыпты. Құрманкүл Сәриева күйеуі соғыстан оралмаған соң тағы тұрмыс құрып, 3 бала сүйеді. Кезінде партия қызметкері, басшылық қызметте болған Дәулет Ақсақалдың екінші әйелі болады. Екі әйел бір шаңырақтың отын тұтатқан. Ұзақ уақыт бала көтермей, тұңғышын тура жеңіс күні дүниеге келеді. Бүгінде ол бір қыз, 2 ұлдан 70-тен аса немере мен шөбере сүйіп отырған ардақты әже. Ұзақ өмір сүрудің қыр-сырын ол енді кейінгі ұрпағына өнеге етеді. 2 жылда 1-2 жыл болды, жаңағы ауырған тістерін суыртып, содан не қылды айтып, тістерінің бір өзінікі. Әр тамақтың алдында құйрық жейді, обязательно. Жаңағы кішкентай болса да құйрық. Мүмкін сүт ішеді, ағарғандар. Сол шығар деп бұл кісіні жаңағы алға сүйреп жүрген, жаңағы жасын ұлғайтып жүрген сол болу керек енді, негізі. Сол тағам ғой енді. Үмікөйін бұл кісінің бір белін деп айтпайды, ауырмайды, белі. Түргеп тұрып ұйықтайды керек болса. Қазақи салт дәстүрдің бәрін осы жерде кемпірлердің өздері де осы әжеден үйренген. Кемпірлердің сұраған нәрсе мен енем, ене болып алып, менің өзім төркініме бұлайға беретін матаны осы әжені шақырып алып сұрап, содан сұрап беретін. Бұл кісі де сөйткен ғой. 80-ге дер, 70-ге дер картошкінді жаңа шапқанына қызғас деп айттым ғой. Осылай кетпенді көт, бет түрігі бой ұзын әйел өз. Бет түріп көтеріп алып, бет түріп шабады. Бұлай көтеріп алып, бұлай шабатын. Өлә деп таң қалатымыз. Пейнетпенен бұл кісінің несін бәріп. Көбіне ағарған ішіп, ешқашан еңбектен қорықпаған әжей ұршық үйіріп, кілем тоқып, кесте тігеді. Соңғы 1 жылға дейін бақшада кекпен шауып, әлі күнге келіндеріне кеңес беріп отырады екен. Бүкіл ауылдың бойтұмарына айналған әжейден бата алу үшін ел алыстан келеді. Жалпы өңірде 100-ден асқан 200-ден астам қария бар екен. Отбасылары үшін ғана қазынаға айналғандардың басым бөлігі нәзік жандылар. Мен жасымды берсін, өсіп өнімді, айланама жылдан суырқы, бақыт берсін.
Енді жасымды берсін, бала шаға ойдағы бұра. Жегді жүра, туған туысқан бәрі аман-есен өсіп өне берсін. Мейрам Гар, Эльдар Жеңісханов, оңтүстік Қазақстан. Бейбіт күнде оққа ұшқандар мәңгілікке ел есінде қалуы керек. Бүгін Астанада бір топ қоғам белсендісі қала әкіміне үндеу жолдады. Олар Иманғали Тасмағанбетовтен Жаңаөзен құрбандарының есімдері жазылған ескерткіш тақтаны орнатуға жер сұрайды. Осы Қаратаста жазылған 16 адамның аты осы Қаратасқа қатқандай қатып қалсын. Еден бұдан басқа, бұдан болашақта осындай тастар тағда дүниеге келмесін деген ойымыз болды. Сол ойды әлі күнге дейін мысалға іске асырып, осының аяқ жағы ескерткіш болсын. Ескерткіш болса елдің есінде жүреді, бір жағынан ол биліктің есінде жүреді. Естеріңізге сала кетсек, саясаткер Зәуреш Батталованың бастамасымен өткен айдың аяғында бір топ қоғам белсендісі Жаңаөзенде оққа ұшқан 16 азаматтың аттары жазылған тақтаны Алжир мұражайына тапсырмақ болған. Мекеме директоры алдымен мәселені Астана әкімшілігімен шешіп алу керектігін алға тартып, оны қабылдамай қойған еді. Бүгін бас қосқан белсенділер енді елорда әкіммен бұл 1 гектар жер сұрап үндеу жолдады. Өткен шаһардың бұрынғы әкімі Асқар Мәмин 86 жылғы желтоқсан көтерілісі қатысушыларының ескерткіш орнатуға жер бөлу жайлы өтініштерін қанағаттандырған екен. Қос желтоқсанда жазықсыз жандар құрбан болды деп есептейтін ынталы топ өкілдері қазақ билігі қыршыннан қиылған құрбандарды тарихта қалдыру ісіне атсалысуға тиіс деген пікірде. Біздің сол алаңда болсын, Жаңаөзендегі алаңда болсын, қаншама боздақтарымыз мұсылманша, шын айтқан кезде мұсылман, өзіміз мұсылман болғандықтан мұсылманша аруланып көміледі. Оларға әдейі арнап сондай тарихта қалатындай бір тірі адамдар. Біз өзіміздің белгімізді көрсете алмадық. Бүгінгі күннің маңызды оқиғалары туралы тілшілер дайындаған жаңалықтарды көрдіңіз, бізден ақпарат күтіңіз.